Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сауат ашу пәнінен менің отбасым О дыбысымен әрпі тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға О дыбысымен әрпін таныстыру, сөз ішіндегі О дыбысының ерекшелігін меңгерту. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіріп алайық. Әріп дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстан не құралады? Буыннан не құралады? Сөзден не құралады? Сөйлемнен не құралады? Осы сұрақтарға балалар дұрыс, толық жауап береміз. Енді балалар, мен сендерге тақырыбымызға байланысты жұмбақ жасырайын. Құс сияқты құс емес, самғап ұшқан биікке, қанаты бар, қақпайды, жүрсе де сондай биікте. Жұмбағымыздың жауабы балалар ұшақ екен. О дыбысынан басталып тұр. О дыбысы жуан, дауысты дыбыс, сөздің басында және ортасында кездеседі. Мысалы, ұлан сөзінде О дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Ұшақ сөзінде сөздің басында, құлақ сөздің ортасында, нұрлан сөздің ортасында. Енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Әр отбасы мүшелеріне тиесілі заттарды сурет арқылы болжа, сызықпен сәйкестендір дейді. Ұршық кімге тиесілі? Домбыра кімге тиесілі? Ұшақ. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Сөздерді дұрыс буынға бөліп оқимыз. Келесі дәптермен жұмыс жасаймыз. О дыбысының жазылуымен танысамыз. Бұл әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доғайып, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу сызық түсіріп, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да, тік төмен көлбеу түзу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жеткен соң, оңға қарай бұрыш саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, солдан оңға қарай белдік саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен көлбеу түзу сызып, төменгі сызыққа тигізе ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, оңға қарай бұрыштап сызық түсіреміз. Енді жазу жолының төменгі сызығынан сәл төмен, солдан оңға қарай белдік саламыз.